Менің болашақ мамандығым. Дәрігер. Ол ауруханада жұмыс істейді. Ауырған адамдарды емдейді. Ыстығын өлшеп, кеудесін тыңдайды. Кейін укол салып дәрі береді. Дәрігер үстіне ақ халат, басына ақ қалпақ киеді. Ол барлық ауырып қалған адамдарға көмектеседі. Дәрігер болғың келсе, сабағыңды жақсы оқы. Басқа адамды емдеу үшін өте көп білім керек. Аспаз. Асханада жұмыс істейтін еңбекқор жан. Дәмді тамақ әзірлеп, адамдардың қарнын тойдырады. Аспаз сорпа, палау, кеспе сияқты тағамдарды пісіреді. Түрлі бәліштер мен тоқаштарды дайындайды. Аспазда үстіне арнайы киім, басына қалпақ киеді. Өйткені тамақ жасағанда адам тап-таза болуы керек. Аспаз болу үшін қазірден анаңа тамақ жасауға көмектес. Ұстаз. Ол мектепте немесе балабақшада түрлі оқу орындарында жұмыс істейді. Олар тақтаға бормен сабақ жазып, оқушыларға білмегенін үйретеді. Балаларға білім беру үшін олар көп дайындалып, көп кітап оқиды. Ұстаз боламын десең, сабағыңды жақсы оқып, жоғарғы оқу орнына түсуді ойла. Бұл мамандық әр кезде сұранысқа ие. Өрт сөндіруші. Өте қауіпті мамандықтың бірі. Өйткені өртеніп жатқан жерді сумен сөндіріп, адамдарды қауіптен құтқарады. Қолдарына су шашатын құрал алып, жылжымалы сатымен биікке көтеріле алады. Және өрт сөндірушілер өрттен қорғайтын арнайы киім киеді. Олар қазіргі заманның батырлары. Егер осы мамандықтың иесі болғың келсе, спортпен айналысуды баста. Құрылысшы. Біз бен сіздің тұрып жатқан жылы үйіңізді салып берген жандарды құрылысшы деп атаймыз. Олар зәулім сарайлар мен үйлерді тұрғызады. Құм, тас, кірпішпен жұмыс істейді. Олар алдымен үйдің сызбасын сызып, құрылыс жабдықтарын дайындап, содан соң кіріседі. Егер сен құрылысшы болсаң, болашақта әдемі, зәулім үйлерді тұрғызатын боласың. Солай ма? Шаштараз. Әдемі шаш үлгісі үшін анамыз бен әкеміз әр ай сайын шаштаразға барады. Ол шаш қиып, бояп, өріп те береді. Шаштараз қайшымен және тарақпен жұмыс жасайды. Су шашымызды кептіріп, тіпті бүйралап та береді. Келген қонақтың үстіне жапқыш шауып, өзіне ал жапқыш киеді. Егер шаштараз боламын десең, өткір қайшымен қалай жұмыс істеу керектігін үйрену қажет. Ғарышкер. Аспандағы жұлдыздарды зерттеп, зымыранмен ғарышқа ұшатын адамды ғарышкер дейміз. Ол ай мен басқа да планеталарды зерттейді. Ғарышқа ұшатын кезде олар скафандр киеді. Ғарышкер болу үшін математика және физика пәнін жақсы меңгеріп, денсаулығы мықты болуы керек. Қалай, сен ғарышкер болғың келе ме? Жалпы, сен өскенде кім болғың келеді? Пікір бөліміне жаза кет. Егер шығарылым ұнаса, каналға жазылып, лүпіл басуды ұмытпа.